Assalomu alaykum қазақ елі. Бүгін бізде 30 наурыз сәуір деп жатырмын. Мен суарып жатырмыз. Ağaçlıkların жоғалтпас үшін күн деген ысып кеткендіктен ağaçlığı жоғалып жатыр. Қазір ана жақта тұрса, мына жаққа ауыстырамын. Мына жердің ортасында құрт жақсы да, мына енді онша емес құрттар. Енді менде електің болмағандығы себебінен жұмысты шетінен алатын адамға қаптап беріп жатқан соң мына ішінде қаншама құрттар кетіп жатқан. Енді мынандай жәшіктер қойып алып жатырмын. Мынаны бір қойып толтырып құрт жесті ғой, алып барып мынаған анаған екі жаққа бөліп тастадым. Оның алдында мынау қысырған жерге де осы жәшіктерді қойып бір рет құрттарын құтыртып алған. Мына жақта да құрт жетеді астында. Қаншама толқын бар, не бар. Енді мына жердің барлығын болады. Мына жәшіктерді тазалап. Қазір мынаған ашамыз суды. Отырсын 5 минут. Мынау былтыр жаз август айында тасталған ғой. Енді бұл да келесі жылға қалады. Мына жер тоже биыл жұмысы дайын. Бұны бір жақсылап тазалап аударып шығып, сосын кейін жинап, құрттар өз бетінше деп жатыр. Бұның ішінде де құрт жетерлік. Мынаның ішінде де құрт біраз бар. Жар жақтан жәшіктерді жартысын осында кеп тастадым, жартысын burada кеп тастадым. Пока бір насыз жаңада суарып жатырмын. Оны да үйдің алдында тағы бір осындай скважина бар. Оны ертең мына жаққа көміп түсіргеннен кейін бір насосты қосып отыруға келеді. Өйткені ана бір насос кетті, шамасы. Екі насос болса, осы кезде мына екеуі қосылып отырғанда мынаны да қосып қоюға болады. Өйткені екі насос болғаннан кейін оның күші көптеу болады. Мына жерде мынау жатқанда оның барлығы шеруақ қой. Барлығы шеруақ. Бұлар мынадан қашып шығып бері қарай кеткенде ғана қайтатын таптаған ғой. Енді олар неге қашады деген сұрақ туады ғой. Телефоным онша керемет жоқ, бірақ жерге құрттай жеп керек. Бұлар неге қашады деген сұрақ туады. Бұл енді біреулер айтып жатады, азық болмағаннан деп. Ол түсінік. Мүмкін енді азығы болмаса да қашатын шығар. Енді бұл жерде азықтың болып тұрғандығына азығы бар. Соның өзінде де қашқан. Алдында керемет қатты жаңбыр жауған кезде осылай мына жердің барлығы сосын өрт кететін тұғын. Сол кезде де жаңбыр жауғанда да қашады. Бұлар бір себебі азық болмағаннан қашады. Енді бұл жерде азық бар. Азық жетерлік. Екінші себеп жаңбыр жауғанда қашатын. Бірақ бізде жаңбыр біраз болды, жауған жоқ.
Üçüncü sebep, bilmeyeyim ben ne sebep. Üçüncüsünü табу керек, не себепті қашатын. Осыдағылар ғана қашады. Басқалары мұндай болып қашпайды. Мына жақта бұндай қашқан жоқ. Анда қашқаны көрінбейді. Или ана жердің пространствосы аз болып тұр ма? Ішінде ананың көп жетерлік ода. Мүмкін пространствосы аз шығар деген ойда келеді. Құрттары енді көп. Мынаның ішінен де келіп жатыр ол оттар. Былтырдан табылған оттар бар. Былтыр енді бізде қыс қатты болды. Мынау осы күйінде қалып қойды. 50 сантиметр, 1 метр дегендей болып көтерілген де жоқ. Төбесі сабанмен де ештемеден жабылған жоқ. Мынау осы күй жатты. Мынау осы күй жатты. Мынау да осы күй жатты. Қыстан күнге түсірген видеоларымды көрсеңіздер, осыларға мен айырды кіргізе алмайтын тұғым. Бұл кезде ой болды. Оның бәрі қырылып қалды ау деп. Жоқ, күн жылт етіп, не алғаннан кейін ашық. Құрттар әжептәуір керемет. Мына құрттар. Әжептәуір керемет көбейіп жатыр. Каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Біздің каналды көретін адамдардың 70-80% тіркелмегендер екен. Енді бізде жаңағы ютубта жаңағы мен жәшік алып баратқан кездегі түсіп қалған топырақ түсіп кішкентай құрт жүр екен. Сонда жаңағы айтайын деймін, ютубта 1000 подписчик болу керек екен. Біздікі 924 сондай болып тұр. Соны барлығымыз қолдап, тіркеліп, лайк басып, 1000-ға жеткізіп бассақ подписчиктерді. Әр қазағымыз бай болсын. 1000 подписчик болса, көретін адамның да саны артады екен. Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Ауылда отырып, биогумус өндіріңіздер, бай болыңыздар. Еленбеген қабы 5000 теңгеден сатылып жатыр. Мына жерде ана бастан бері қарайды. Шамалы қалғанмен жинап қойғанбыз. Анда бар биогумус. Шүкір Аллаға, өтіп жатыр, өтпей жатқан жоғымыз. Байқуатты болайық. Ассаламағалейкум.